бұл жерден емдік сауықтыру аймағы ретінде тіркеу жоспары бойыңызда бар ма? Жаңадан айтып кеттім, енді қазір ондай жоспарымызда жоқ, бірақ жаңағыдай қызығушылық танытқан кәсіпкерлер оны жаңағыдай ғылыми негіздеп осы жердің сол негізделген жобалар аясында бастама көтеріп жатса біз қолдайтын боламыз. Келесі сұраққа өтетін болсақ, осы аумақты экотуризм және шипажай орталығы ретінде дамыту жоспарға енгізілген бе? Енді Маңғыстауданда туризм бағытына негізі қазір білесіңдер ғой, республикалық деңгейде бекітілген жоспар бар. Ол жерде айрақта сияқты ерекше табиғи орындар қарастырылып отыр негізінен сол департамент арқылы. Ол мен республикалық деңгейдегі жобаларды айтып отырмын. Сонымен қатар бізде де басқа да өз деңгейімізде істейтін жерлер жеткілікті. Оның ішінде біздің Маңғыстау ауданында да Көкөздің жері бар. Мына Мырзайыр өзіңіз тақырып отырған Мырзайыр жерінің өзінің тарихы бар мысалы. Сол сияқты ондай ойпатты жерлерде өзінің ерекше топырағы бар, жаңа айтып өткендей суы бар, құдықтары бар, қазір де мал шаруашылықтары отырған. Бұндай жерлерді республикалық деңгейдегі не болмағанмен, жобалардың қатарында болмағанмен, мына оңды жақтағы бұрынғы пионер лагері болған жерде қазір жобасын қарастырып жатырмыз ғой. Сондай деңгейде сіздің жобаларыңыздың сәтті қорғап, жаңағыдай оны жетілдіріп, анықтап қосымша ақпараттармен, оның үстіне жаңағыдай шаруашылықтар отырған жерде бізде дайын төрт мал бар жерде. Соның бәрін үйлестіріп енгізетін болса, біздер осы аудандық деңгейде жоспарда өздерін бірлестіріп, қарастырып, мына кешенді жоспардың ішінде енгізу мәселесін қарастырып. Жақсы, рахмет сауалыңызға.